Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 70 соғыс жылдарындағы Қазақстан. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді мұқият оқып шығып, негізгі ойды анықтаңдар. 1941 жылы 22 маусым күні таңғы сағат 4 шамасында Германия әскері КСР-ның батыс шекарасына басқыншылық шабуыл жасағаны тарихтан белгілі. Соғыс туралы хабар қазақ даласына тез тарады. Қазақстандық ұл-қыздар соғыстың алғашқы күндерінен-ақ қолдарына қару алды. Отан алдындағы парызын өтеуге өтініш білдіріп, өз еркімен майдан даласына аттанды. Қазақстан экономикасын соғыс жағдайына бейімдеу шаралары қолға алынып, әскери бағытқа көшірілді. Бейбіт мақсатқа жұмсалатын қаржы мейлінше қысқартылып, көптеген кәсіпорындар қорғаныс өнімдерін шығара бастады. Ал соғыс жүріп жатқан жерлерден және майданға жақын аймақтардан 220 зауыт пен фабрика, кәсіпорын Қазақстанға көшірілді. Олар Алматы, Қарағанды, Шымкент, Петропавл, Семей, Ақтөбе, Орал қалаларына орналастырылды. Қазақстан КСР-ның негізгі әскери өнеркәсіп базасына айналды. Республика бойынша 2 миллионнан астам адам әскери даярлықтан өтті. Соғыстың алғашқы кезеңінде 14 атқыштар және атты әскер дивизиясы 6 бригада құрылып майданға жіберілді. Алматы, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан және Қырғызстанның шақырылған жігіттерден 316-шы атқыштар дивизиясы құрылып, оның командирі болып генерал Панфилов тағайындалды. Дивизияда 30-дан астам ұлт өкілдері болды. Осылай елдің әрбір 5-ші адамы майданға аттанды. Қазақстандықтар партизандық қозғалысқа да белсене қатысты. Толық емес мәліметтерге қарағанда, Украинаның партизандық құрамалары мен отрядтарында 1500, Ленинград облысында 220-дан астам қазақ жігіті соғысқан. Белоруссияның әртүрлі аудандарында әрекет еткен 65 партизандық бригадада 1500-ден аса қазақстандық болған. Партизан қозғалысына қатысқан даңқты қазақ жігіттерінің есімдері бүгінде зор құрметке ие. Ұлы Отан соғысы майдандарында қаза болған қазақстандықтар санына байланысты түрлі пікірлер бар. Кейінгі жылдардағы мәліметтерде соғыстан оралмаған қазақстандықтардың саны 601 мыңға дейін жетіп отыр. Оның 350 мыңнан астамы қазақтар. Ой-түрткі сұрақтары. Қазақстанның Ұлы Отан соғысына қосқан үлесі қаншалықты деп ойлайсыңдар? Қазақстандықтардың тылдағы еңбегі туралы не айта аласыңдар? Соғыс және тыл ардагерлері дегеніміз кімдер? Қандай ардагерлерді білесіңдер? Партизан отрядтарында соғысқан қазақстандықтар туралы не білесіңдер? Мәтіндегі негізгі ой: қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қосқан үлесі орасан зор. Сұрақтарға жауап: Қазақстанның Ұлы Отан соғысына қосқан үлесі айтарлықтай маңызды болды деп ойлаймын. Қазақстандықтар тылда еңбек етіп, соғысқа қажетті оқ-дәрі, азық-түлік жіберіп отырған. Үшінші, соғыс ардагерлері соғысқа қатысқандар, тыл ардагерлері тылда жұмыс жасағандар. Қазіргі таңда соғыс ардагерлері мен тыл ардагерлерінің көбісі өмірден өтіп кетті. Қазақстандықтар фашистерге қарсы Польша, Чехословакия, Венгрия және басқа елдерде аумағында қарсылық қозғалыстарына қатысты. Екінші тапсырма: сұхбат. Адамның әртүрлі көңіл күйін білдіретін одағай сөздерді қолданып, тақырып бойынша сұхбат құрыңдар. Достар, Ұлы Отан соғысы туралы сұхбат жүргізсем қалай қарайсыңдар, деді Ерзат. Әлинұр: соғыс туралы естігенде денем түршігеді, дегенмен көбірек білетін боламыз. Ерзат: әттеген-ай, сұрапыл соғыс қаншама адамды тағдыр тәлкегіне салды. Басқа ұлттармен қатар қазақстандықтар да соғыста ерлік көрсетіп, тылда еңбек етіп, өз үлестерін қосқанын жақсы білеміз. Әлинұр: пақ шіркін, қазақ жауынгерлері өте батыл, қайтпас қайсар ғой. Олар соғыста аянбай күресе білді. Ерзат: қазақ партизандарының атқарған істері туралы не білесіңдер? Аружан: жау тылында партизан отрядтарының құрылуы әскерге баға жетпес көмек көрсетті. Олар жасырын жүріп, озбыр ойлы басқыншыларының үрейін ұшырып, жау жолына тосқауылдар қойды. Әлинұр: олар фашистердің небір жоспарларын күл-талқан етіп, темір жол бойындағы маңызы бар көпірлерді қиратты. Бәрекелді достар, сұхбаттарыңа рахмет. Үшінші тапсырма: әдеби тіл нормалары. Төмендегі мәтін мазмұнын негізге ала отырып, менің ойымша жалпы алғанда, әрине, қысқасы, сонымен бәрекелде оқшау сөздерін қатыстырып, жинақ мәтін жазыңдар. Соғыс жылдары Қазақстан мәдениеті мен ғылымы тоқтап қалмады. Қазақ поэзиясының алыбы, Жамбылдың Ленинградтық өренім деп аталатын мәңгі өшпес патриоттық шығармасын бүкіл ел толғана оқыды. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов Абай эпопеясының бірінші кітабын жариялады. Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин тағы басқа жазушылар
Шашубай Нұрпейіс Кенен сынды ақындар халықтар достығының жыршысы болды. Мәдени қызмет көрсету мақсатымен 1941 жылы Алматыда майдандық концерт бригадалары ұйымдастырылды. Олардың құрамында республиканың көрнекті әнші әртістері болды. Қазақ әртістері майданның алғы шебінде 2000-ға жуық концерт берді. Зиялы қауым отанға шексіз берілгендіктің өнегесін көрсетті. Үшінші тапсырма жауабы. Жалпы алғанда соғыс жылдарында Қазақстан мәдениеті мен ғылымы тоқтап қалған жоқ. Менің ойымша, Жамбылдың Ленинградтық өрені Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романдарының жариялануы бұған дәлел бола алады. Әрине, бұған қоса Ғабиден Мұстафин, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов сынды жазушылар, Шашубай Нұрпейіс Кенен сынды ақындар халықтар достығының жыршысы болды. Қысқасы, қазақ әртістері майданның алғы шебінде 2000-ға жуық концерт берді. Сонымен зиялы қауым отанға шексіз берілгендіктің өнегесін көрсетті. Төртінші тапсырма жазылым. Пирамида әдісімен ұлы отан соғыс жылдарында Қазақстан туралы өзіндік ойларын жазыңдар. Берілген материалдармен танысып болғаннан кейін ол бойынша өзіндік түсінік пікір қалыптастыру. Қазақстанның ұлы отан соғысына қосқан үлесі орасан зор. Екінші қадам. Жұптасу, өз ойымен, пайымдаумен, жұбымен бөлісу. Соғыста қазақ батырлары өз ерлігімен көзге түсті. Қазақстан экономикасының соғыс жағдайына бейімдеу шаралары қолға алынып, әскери бағытқа көшірілді. Үшінші қадам. Шағын топтарға бірігіп туындаған мәселелерді талқылау, қорытындылау. Соғыс жылдары елде азық-түлік жеткіліксіз болды. Барлық күш майданға жұмылдырылды. Дегенмен балалар тойып тамақ ішпеді. Төртінші қадам. Мәселені шешудің ең тиімді жолдарын жазу. Жеңіске жету үшін барлық қаржы соғысқа жұмылдырылса да, балаларды да ұмытпай, оларға да жағдай жасалу керек еді. Бесінші тапсырма. Газет, журналдар мен энциклопедияларды пайдаланып, майдангер ақын жазушылардың бірі туралы ой толғау жазыңдар. Бауыржан Момышұлы екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, халық қаһарманы, қазақтың көрнекті майдангер жазушысы. Ол әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда 1,5 жыл жүріп запастағы командир атағын алды. Кейіннен Қызыл армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод командирі болады. Бауыржан Момышұлы әскери педагогика мен әскери психологияны байытушы, баға жетпес мұра қалдырған дара тұлға. Соғыстан кейін Бауыржанды Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев тағы басқа ғалымдар соғыс туралы әңгіме лекция өткізуге шақырады. Осы дәрістің стенограммасы кейін «Соғыс психология» деген атпен кітап болып басылды. Ол соғыста болған оқиғаларды суреттейтін керемет шығармаларын жазды. Шығармаларын оқыған жанның өмір туралы көзқарастары кеңейіп, өзіне деген сенімі нығая түсері сөзсіз.